Ay ballarım, men dombra tartып отурмун сендерге. Сендер домбра тыңдамай телефонмен ойнап отсуңдар. Бул калай болганы? İşiniz pıssadı. Иштериң пысса мен сендерге казактын улуттук оюндары менен тааныштырайын. Канеки телефонду маған бериң. Телефон сендердин өмүрлөрүңө өтө зыяндуу нерсе. Бирок өзүбүздүн балдарыбыздын ойнаган асыгыңды чыгар, сандыгыңды аш. Мына немерелерибизге асык үйрөтөйүк. Телефон менен ойнап отурган болмас. Ана келинди де шакыр. Onun da balдарына үйрөтөйүк. Ay gelin. Assalamualaikum. Ваалейкумассалам балдарым. Келиң отуруң. Сәлем бердік. Бакыттуу бол. Балалар, азыр канталапай ойнойбуз. Канталапай. Aziz, siz qanday o'ynaysiz? Kızım, жаңа атаңыз қанталапай ойынын көрсетті. Біз бала кезімізде 5 тас ойнайтынбыз. Ендеше соны көрсетейін. Kızım, ойынды міне былай бастаймыз. Алдымен бір тастан жинаймыз. Екінші ережесі 2 тастан жинаймыз. Үшінші ережесі бір тасты алып, 3 тасты қосып аламыз. Ендеше балалар, ойын қызықты болып келе жатыр. Қайдеке балалар, менің қасыма келіңдерші. Балалар, бұл ойын ұлттық ойынның бір түрі, арқан тартыс. Ендеше екі жаққа тұрамыз. Мәре сызықтан өтіп кететін топ жеңіледі. Түсіндік пе балалар? Қайдеке ұстайды жіпті. 1, 2, 3. Қарайсыңдар. Ендігі ойын аударыспақ ойыны. Екі бала ортаға шығады. Екеуіміз артымыз арқаласамыз, сосын күш сынасамыз. 1, 2, 3. Жарайсыңдар балалар. Бәрекелді. Ұлттық ойынды жақсы ойнадыңдар. Ұлттық ойынмен шұғылдансаңдар, денелерің шымырланып, үлкен жігіт болып өсесіңдер. Енді телефонмен ойнамаңдар. Телефон сендердің өмірлеріңе үлкен зиянын келтіреді. Бастарың бірігіп, бір жерге жиналғанда, әркез ұлттық ойынды ойнап, дәріптеп жүріңдер.